тойыңызды. Тойыңызға мен сіз бе? Қалай саға? Өзінен алмайды ғой. Қашанда ер сияқты, маңдайынан шығып жатқан тері сияқты. Ерлан дейтін ағаға қол соқсаңдашы, оның да фигурасы мен сияқты. Ағайын Ерлан ағаға қарап тұрсам, екеуміздің фигурамыз тең сияқты. Ақтоғайға келдім, бұл қалар едім, бір батыр жігіт бұйырса сен сияқты. Ал ағайын, ауылдарыңызға күнде ақын кеп атқан жоқ, біз жегіп тұрышын аямай болсау, деп өлдіріп отырыңыздар. Ақтоғай қайда? Ауылдарың ата көрген ұлықты ғой. Қыздарың ана көрген қылықты ғой. Ассалаумағалейкум наймандарым, бастарым бүгін тойда бірікті ғой. Ақтоғай ақындарды көрген кезде аямай қошеметін қылыпты ғой. Ал наймандарда кім туғаны мен айтайын, Айшолпан қадіріңді біліпті ғой. Кешегі Қабанбайдай бабаларым қаптаған қалмақтарды қырыпты ғой. Ринат Зайытовты кім білмейді, тілімен талайларды тіліпті ғой. Айнұр мен Сара дейтін ақының бар, наймандардың атынан айтысқа шығыпты ғой. Сендерде туған Нұрбек Қызыровта Азияда елдің бәрін жығыпты ғой. Санай берсең саусақ түгіл сан жетпейді, сендерде кілең мықты туыпты ғой. Мысалы Ақтоғайдың жігіттері Қазақстанда первый болып тұрыпты ғой. Бір жақта красный деген мүлде болмай, Ақтоғай зеленыймен жүріпті ғой. Ағайын Ақтоғайды айтқан кезде аямай қошеметін ұрыпты ғой. Бүгін міне Ерланның тойы ғой деп, Айшолпан қыздарыңыз кіріпті ғой. Санай берсең саусақ түгіл сан жетпейді, сендерде кілең мықты туыпты ғой. Қазақта жынды деген адамдардың жақтысы Ақтоғайдан шығыпты ғой. Айтайын Ақтоғайдың төрінде өлең. Ағайын қазақпыз ғой бөлінбеген. Бұл жерде Қабанбайдай батыр өткен, қаптаған қалмақтан да шегінбеген. Ақтайлақ дулаттардай бабалар бар, оны көрсе жау алмаған қаны төгілмеген. Бізді атом бомбасында жеңе алмаған 40 жыл арпалысты өлімменен. Ақтоғайда туғандардың ешқайсыда ешқашанда ешкімнен жеңілмеген. Ақтоғай барда жанымнан жырақ қайғы, сөздерің сенімімді қуаттайды. Ақтоғайдың жігіттері тұрған кезде мінекей асқат ағам желпіп жатыр. Біздерді ешкім келіп жылатпайды, біздерді ешкім келіп құлатпайды. Ағайын арнау айтар ойымыз бар, болып жатқан дәл осындай тойымыз бар. Ақтоғайдың атақты Ерлан ұлы, осы кісінің дәл бүгін тойы болды. Ағам үшін бір қол соғып қойыңыздар. Ағайын желбаядай желіп тұрмын, Ақтоғайдың тектілігін көріп тұрмын. Бүгін міне қазақтың ақынына бір қолдау береді деп сеніп тұрмын. Ерлан мен Мадинаның бұл тойына 83-тердің атынан келіп тұрмын. Ағайын алдарыңда көп ойланам, қалайша ол жағында тек ойланам. Мен негізінде ағайын бойдақ қызбын, 83-терде Бекзат дейтін жігіт бар екен. Сол Бекзатқа келіп оп тиіп алып, аяғын істет жүрем ба деп ойлағам. Ағайын Айшолпанмен мақтаныңдар, ағайын Айшолпанмен шаттаныңдар. Менен батыр ұлдар туады, 83-тер келім қылып қалыңдар. Келгенде Ақтоғайдың ауылына қамшы салмай сөйлеген сауырыма. Саматқа тиіп жатыр
Айшолпандай ақының бар, ағайын Айшолпандай жақының бар. Қарасам бәрі құда сияқты отыр екен, құдалар бір құйқылап отырыңдар. Қайжақ? Ей, алысқа бара алмайды бүлін садам, ұзаққа шығамайды кідір садам. Құдалар аман есен жүре берсін, шапқылап екі ортада құлын шаман. Құда деген әрқашан қазақ үшін, Құдайдан соң нөмірі бірінші адам. Қалайша көмейімнен жыр түлемес, мен емес өлең айтсам іркілерес. Ерладағы Ақтоғайдың мықты жігіті, бойында жатқан емес құлқын елес. Ерлардың салтанаттай ару қызы, жаман келін болуы мүмкін емес. Самат ағамның салтанатқа пана болсын, салтанат келіннің ішінде дара болсын. Ақтоғайдың қыздары батыр еді, Қабанбай Бөгенбайларға ана болсын. Қазағың қар өлеңге құмар елсің, қашанда ар дөнерге мұрагерсің. Самат ағаға тілейтін тілегім сол, басыңда бақыт құсы тұра берсін. Сендерге қасты ойлап жүргендердің тіл жағын жаратқаның туа берсін. 94-тің әулетін көбейтем деп, салтанат туа берсін, туа берсін. Бұл тілек қабыл болсын деген жандар, аямай шапалағын ұра берсін. Ақтоғайдағы ағайын батыр халық, әрқашан батыр болып тұра берсін. Мен Саматтың атанасын білмей тұрмын, қазақтың ақын қызы келген кезде ырым жасап ортаға шыға берсін. Қыраннан ұшқан кезде қияқ қалар, тұлпарлар шапқан кезде тұяқтанар. Ақын қыз Астанадан кеп жатқанда ортаға шықпасаңдар ұят болар. Айтыс деген халықтың төлінері, сөздерді айту міндет өнегелі. Көшті бастап келе жатқан анамыздың ағайын болмысы да бөлегені. Саматтың анасы шығып жатқан кезде құдалар бір қол соғу керек еді. Мінекей ағамызда келіп қалды. Айтыс деген қазақтың төлінері. Дүниеге абайларды алып берген қазақтың айғаны мен зерелері. Атқа қонған атпалдай азаматтар анадан туылмай ма өнегелі. Апа олай көп тұрмай ақшамды бере салып орныңызға бара беру керек еді. Өлегім әсем болып өріліп тұр, Ақтоғай махаббатың төгіліп тұр. Çoта сумканы мама ұстап алғанына қарағанда үйдегі басқа екені көрініп тұр. Саматтай ағамызға тілегім сол. Ағасы өзге қызды ұнатпаңыз. Ерлан дейтін ағамыз бақытқа лайық, ал оның салтанатын жылатпаңыз. Осы жерде Мадинадай жеңешем бар. Жырла десе несіне қысылайын, жүйріктей топқа түскен ысылайын. Мадина апамды құттықтап, мейрамымен жүректен раушан гүлін ұсынайын. Ана деп адам бар ма үн қатпаған, ана деп жырлайтындай жұмбақталам. Әлемнің 8-ші кереметін тілімнің жеткенінше жырлап қалам. Толағайдай толғатып алыптарды сендерсіңдер батырды шын баптаған. Апай шапан жауып кеттің ба, не істеп кеттің? Біздерге қарап тұр ғой күлләқ табан. Құдағай бері қарай жақындасай, қазақтың құдағайлары қымбат маған. Келе беріңіз, қорқпаңыз. Маған бет қойсын, мен берейін. Күйеуларға беремін. Айшолпан қыздарыңыз асқақ кетті. Бұл жерге біраз салмақ тастап кетті. Бекзат дейтін ұлдарыңа қол салсаңдар, Айшолпанға қызметін бастап кетті. Ал құдарымдарыңызға көп рахмет. Келін алып ендеше айдасыңдар. Ал Ақтоғай құдаларыңа қиқыласаңдар, Ерлан ағаның туыстары айдасыңдар. Құдалар көп рахмет ырымыға, ал
теңіз ал өлең қайық болар, дүние бір-ақ күнде ғайып болар. 83-тердің бірінші тойы ғой деп Данкоға жіберді ғой жайып хабар. Сондықтан мен өлеңге тойып келдім, тойға барған адамдар тойып барар. Кезінде Ақтоғайды шулатқан Ерлан аға бүгінде Акиматтың адам екен, ол кісі шапалаққа лайық болар. Берік Ержан аға бар екен ғой, ағалар Ерлан ағаның зор бағысың. Данияр Еркін Нұрбек фикс ағам бар, ағалар ағамыздың зор бағысың. Ардақ Берік Архаттай ағалар бар, негізі Ерлан ағам бақытты ғой сіздердей достарының болған үшін. Болат Ильяс Биғожа алмасыңдар, Алмас Айдар Марат той төріне жалғасыңдар. Дәурен Ермек Марат Төлебек Данияр бар. Ағайын қолды соғып ал ендеше. Асулардың талайын әрі асыңдар. Ринат Асхат Медет азамат бар. Маңдайынан сорғалап тұнық дері. Сепа Нұрлан дегенде ағайындар Ақтоғайдың ең мықты жігіттері. Даңғо дейтін ағама көп рахмет, қазақ елі қадіріңді біліп беді. Мысалы Даңғо ұқсап ағайындар өзгелер супермаркет ұрып беді. Өзгелер 83-тегі ағайындар алшаң басып Ақтоғайда жүріп беді. 83-тер аман есен болыңыздар. Алдарыңа Айшолпан күліп келді. Құрыш тілек апай төс қасқыр жүрек, жасай берсін 83-тің жігіттері. Салтанаттың қасында жайғасып алған Самат дейтін ағамыз күлік екен. Елдің бәрі кеп атқанда шықпай қалған күйеу жолдас бір түрлі жігіт екен. Қасымдағыңды ала кел, Самат. Қасыма Ләззат дейтін администратор келді. Қадамды жақсы жаққа баспадың ғой. 15 мыңға жасатқан макияжымды 15 секундта сүртіп тастадың ғой. Күйеу жолдас ортаға қош келдіңдер. Өлеңімді сендерге арнадым ғой. Күйеу жолдас бойдақ болса да қарамаймын, өйткені мен Бекзат таңдадым ғой. Ал ендеше Ерлан аға бақытты бол. Әнімді сіздер үшін арнадым ғой. Біздің мынау тентектеу мінезіміз ағайын Ақтоғайдай даласы бар. Жердің астын қазсаңдар алтын шығады. Ақтоғайға кімнің қандай таласы бар. Біздің мынау тентектеу мінезіміз Қытайларды кезінде қуып шыққан осындағы мықты ағасы бар. Біз жақтың 5 жасар баласының 5 Қытайды құлататын шамасы бар. Ақтоғайларда жалымнан жырақ қайғы сөздерін сенімімді қуаттайды. Ақтоғайдың батырлары тұрған кезде біздерді ешкім келіп жылатпайды, біздерді ешкім келіп құлатпайды. Жігіттер аруларға қалқан болсын, Айшолпан үміттерін артар болсын. Өзінің қарындасы әпкесіндей қазақтың әр қызына қамқор болсын. Ақтоғай қазағымның пірі болған, себебі мықты болған, ұлын болған. Мінекей Ақтоғайда olған, бір-бірінің қолынан жібермесе, Ақтоғайдың ұлдары ұлы қорған. Халқымнан іздемеймін пайдадайым, ақын деген атыма сай болайын. Ақын қызды 30 минут тыңдап отқан Ақтоғайдың халқынан айналайын. Бісміллә десем кетер уайым бірден, бабамдай тіл қатайын байырғынмен. Ақтоғайдың бір жігіті табылама деп, негізінде өзімде дайын жүргем. Бекзат енді тормызданып қалмаса болды. Құямын Ақтоғайдың шайын бірден. Ақтоғайдың жігіттері мықты болса, сендерге келін болуға дайынмын мен. Айшолпан біледі ғой қонғануды. Ағайын кеңейтейік зор бағыңды. Сіз енді әкімшіліктің адамысыз ғой. Жиналыс қып жүрейін ба тойларыңды? Бірақ та
басымнан бақытымды ұшырдым-ау. Бір жылдары Ақтоғайға тойға машинамен кеп, дұрыс жасамағанымды түсіндім-ау. Басымды патологқа ұрып соғып, миымды аузыма түсірдім-ау. Айналайын дұрыс жолмен жүрдім, айтуға да қасымдағы таксистен қысылдым-ау. Ақтоғайдың жолының арқасында примерно 2 келі түсірдім-ау. Жақсы жер жолда жетпес, жолда жатпас деген сөзді Ақтоғай саған келіп түсіндім-ау. Осы видеоны түсіріп алыңыздар. Әкім деген мырзаға үндеу үшін Ақтоғайдың жолдарын жөндесеңдер, Қытайлар сыртымыздан күлмеу үшін, кешегі батырлардың ұрпақтары мынандай жаман жолмен жүрмеу үшін. Ақтоғай табыстарың мол болса екен, ағайын қайда барсаң жол болса екен. Ақтоғай ешкімнен ештеңе сұрамайды, хотя бы жолдарыңды жөндеп берсін, жасаған жақсылықтары сол болса екен. Ағайын елге айтатын әніміз бар, ал ендеше тоқтамай шабыңыздар. Осы айтқан сөзімді түсіріп алыңыздар, барлықтарын тиктокқа салыңыздар. Әнімді түсінсеңдер неге менің Ақтоғайды батыр елге теңер едім. Ақтоғайдың жолдарын жөндеп берсе, өзім ағызатылы келер едім. 2 жасқа тілейтін тілегім сол, Саматжанға дем берсін тапқаныңыз, бәйгеде жүлде дейтін атталыңыз. 94-дің жігіттері мықты дейді, салтанатты талай жерге апарыңыз. Ол абайдай ұлдарың өссін десең, Құнанбайдың қызметін атқарыңыз. Ерекеңнің қызы да осал емес, әрқашан салтанатпен мақтаныңыз. Қасыңа салтанат кеп нұр келіп тұр, салтанат кеп қасыңа күн келіп тұр. Ал енді салтанаттай ару қызға Саматжан апта сайын гүл беріп тұр. Кешке дейін далада жүре бермей, киноға да апарып үлгеріп тұр. Салтанат ал енді Ерекеңнің қызы Каспий голдына апта сайын пұл беруге мәжбүр жатсың. Оның бәріне ответ берер күн келіп тұр. Сен соның жауабына Саматжанға жылда бір батыр ол беріп тұр. Шығыстың қызының шындықпен сөйлейміз. Зарплата 60 мың, кредит 90 мың, нәскис қалсақ та Каспийге төлейміз. Енді не істейміз? Шапалақ қайда? Енді не істейміз? Алтыбаш қазағым абайсыз, абайла абайын жарқы қылышқа талайға. Осымен өлігім аяқталды ағай, қоштас кетейін жарайыма. Көрмей осынау сөзді құтайды, сақтанып жүрсеңдер ауру да шықпайды, сынаумен ұрмасаң сына да шықпайды, ремпенен айтпасаң шиуалар ұқпайды. Енді не істейміз? Ақтоғай қайда? Енді не істейміз? Айшолпан дейтін меймылаша келіндер. Бізді жібергенде астанам, алағайын айшығымнен жасқанам. Ақтоғайдың даласында ағайын, анау-мұнау қорқақ адамдар баспаған. Мына халқым бәрімізге ұнайды, Ақтоғайдың жермен шөбі шұрайлы. 20 миллион бүкіл қазақ әлемде Ақтоғайдың амандығын сұрайды. Ақтоғайым, сендер аман болыңдар, батырлықтың бой тұмары сыңайлы. Сендер жайлы әлді талай жазамын, көрмеңіздер бұл өмірдің мазағын. 83-тер қойын
boп, көргендерің тек той болсын қазағым. 83-тер тойларыңыз құтты боп, көргендерің тек той болсын қазағым. Ал ендеше екеуіңе мархабат, тойларыңды тамашалап алдалап, Саматжанды бақытты бұл өмірде, Ерекеңнің алтын қызы салтанат. Саматжанның бақ боп қоншы басына, Ерекеңнің алтын